Navruz'dan. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Жас болсақ, оқулыққа қарайық. Бірінші тапсырма. Біздерге мынандай тапсырма беріпті балалар. Сәйкес келетін сандарды таңдап алып, суреттегі жазушылардың шығармалары мен кейіпкерлерін атады. Міне сіздерге мынандай тапсырма дайындап алып келдім. Үйшіктер орналасқан. Бұл үйшіктерде біздерге тапсырмалар беріпті балалар. Сол тапсырмаларды қазір бірігіп орындаймыз. Бұл үйшіктердегі тапсырмаларды орындап, әр сандарды орындап қойғанда, әрбір ақын жазушыларды қандай шығармалары бар екенін танысамыз. Қарап отырсыздар ғой балалар, иә? Бірінші үйшік. Қараңыздар. Үйшіктің төбесінде 230 деген сан беріліпті. Бұл Астрид Лингреннің қандай шығармалары бар екенін білуіміз үшін. Мысалы, берілген сандарға кез келген санды қосқанда 230 сан шығу керек. Ал кім айтады кәне балалар? 150 санына қандай санды қоссақ 230 шығады? Кел думан айта ғой. Маркер ала ғой, сосын жазасың, е? 230 санына қай санды қоссақ? 140. Жоқ, 130 қоссақ 230 шықпайды ғой балалар. 60-ты қоссақ па? Ой, шықпайды, қате. Кім? Исатай екен кім түсе қойшы? Оқырау. Қате. 230-ға 150-ге қандай санды қоссақ 230 шығады? 80. Айтамыз. 80-ні қоссақ 230 шығады. Ал бұл қандай шығарма? Тауып аламын. Бұл бұл Карлсон деген шығармашылығы. Кім екен оның авторы? Астрид Лингреннің Карлсон деген шығармашылығы бар. Келесі тапсырма. Қандай санды қоссақ 70-ті 230 шығады балалар? Тездетеміз балалар. Қандай санға 70 санын қосқанда 230 шығады? Еркежан келе ғой. 60-ты. Жоқ. 70-ке. Нешені қосып? 230 шығу үшін 70-ке. 70-ке. Я? 90. Кел көмектесе ғой. 30-ні шығады. Ой, жоқ. 70-ке не? Я айтамын. Жыбысқа қоссақ 70-ті тең 230 шығады. Жазма. Сосын автордан. Автор
шығады? 930. 930 шығады. Жақсы балалар, оқулыққа қарайық. Енді келесі екінші тапсырманы оқиық. Екінші тапсырмада біздерге есептер берілген, соны есептеу керекпіз. Тақтаға қай оқушы шығады? Исатай Телеой тақтаға шығады. Бірінші жазғы болуымен. Тақтаға. 244. Жоқ, шеттен жазасың ғой. Екінші тапсырма деп жазып жүрген ғой. Екінші тапсырма. Номер 2. Не болып кетті? Бұл кем? Номер 2. Берілген екінші сыныпты. 244 сантиметрді бөлеміз. Ой, өшіпсіз. Кім бірінші берілген жазып аламыз, сосын баға түрде бөлме. 244 сантиметрді бөлеміз 4-ке. Ал енді шығарамыз. Тең болады. 244 бөлінген 4. Екінің ішінде 4 жоқ болған соң 24-те береміз. 24-тің ішінде 4, 6 рет бар. Азайтамыз 24-ті. Тең 0 шығады. Қасынан 4 түседі. 4-тің ішінде 4, 1 рет бар. 4-тен 4 алса 0 болады. Мәне жазбаймыз ба? Мәні 61 сантиметр. Ой, отырады. Жақсы, келесі 135 килограммды көбейтеміз 5-ке. Кім шығады тақтаға? Еркежан шыға ғой. Жас болсын. 135 қой, Еркежан. 135 кішкене бері қарай жазалым. Бері қарай жазсын. 135 килограмм. 135 килограмм. Көбейтеміз 5-ке. Көбейтеміз 5-ке. Тең болады. Баған түрінде оқимыз. Біздер баған түрінде шығарып жатырық, есептерді балалар, солай ма? 135-ті көбейтеміз 5-ке. 5-ке. 5 5-ін жазамыз. 2-сі ойда. 3 5-ін 15. Ойдағы 2-мен 17, 7-сін жазамыз. 1-сі ойда. 5 ойдағымен 6. Мәне жазамыз жоғарға. Неше шықты? 675 килограмм шықты. Браво. Тамаша, отыра